Сәлем достар, бүгінгі дәрісімізде біз сіздермен Developer Tool деген нәрсемен танысамыз және оның жұмыс циклін қарастырамыз. Ең алдымен біздер өзіміздің жұмысымызды веб-сайттан көру үшін біздер оны браузерде жүктей аламыз және де сол арқылы біздер оны көрінісін бақылап сынай аламыз. Яғни ол үшін біздер Go Live деген қосымшаны қолданатын едік. Мынау біздің LS туралы кішкене веб-сайтымыз. Мен оған стильді қосымшаларын кішкене өзгерткен болатынмын. Енді оны браузерімізде тексеріп көрелік. Осылайша жүзеге асады. Жалпы Developer Tool дегеніміз бұл бағдарламаушы үшін ең қажет инструменттердің бірі болып табылады. Яғни біздер кез келген сайтқа кіру арқылы сол сайттың кодын және де ондағы өзгертіп жатқан стильді қосымшаларды көре аламыз. Оны көру үшін біздерде, сіз егер Windows тұтынушысы болсаңыз, F12 батырмасын басасыз. Егер де Mac тұтынушысы болсаңыз, немесе сізде F12 клавиші болмайтын болса, жай ғана просмотреть код дегенді басасыз. Осылайша сіздің веб-сайтыңыздың жалпы құрылымы көрініп тұр. Жалпы бұл жерде кез келген веб-сайттың өзінің, кез келген браузердің өзінің консольдік қосымшасы болады. Яғни ол Safari'да да, ол Firefox'та да, ол Mozilla'да да, ол Яндекс'та да, Google Chrome'да да бұл нәрселердің барлығы бар. Яғни біздің веб-сайтымызды кез келген сайтта осы просмотреть код арқылы біздер анық көре аламыз. Бірақ та ең жаңа қосымшалар осы сыналған кезде Google Chrome немесе Firefox атты интернет сервистарында тексерілген жөн. Себебі ол жақта ең ыңғайлы консоль және де улучшениялар тез жүзеге асып отырады. Енді мына жердің құрылымдарымен танысып болайық. Бұл бізде Developer Tool немесе бағдарламаушы инструменті деп аталады. Мына жерде біздер Elements деген сөзді көріп тұрмыз. Elements деген ішінде біздің негізгі HTML құрылымы жазылған. Яғни HTML екендігі, header және де body жазылған. Егер де мына кнопканы басатын болсақ, жанындағы бізде ішінде қандай нәрселер бар екендігін байқай аламыз. Егер де біздер элементті өзімізге қажет, мысалы мына элемент керек болатын болса, біз оны екі түрлі жолмен таба аламыз. Яғни осы жерден іздеу арқылы, мінекей мен таптым өзіме қажетті элемент H3 классындағы, H3 тегіндағы класс 1 классындағы элемент екендігін тауып тұрмын. Немесе егер де мысалы бізге мына тізім қажет болды делік, оны мынаның астының барлығынан іздеп отырмай, егер де бұл бізде үлкен пейдждар болатын болса, бұны іздеу қиынға соғады. Яғни әрқайсысын ашып, жауып, әрқайсынан іздеп отыру қиынға түседі. Сондықтан бізде мына жерде тұрған мына батырманы басамыз. Select an element in the page to inspect it деген сөзді басамыз. Яғни бұл өзімізге қажетті элементті, кез келген элементті басамыз. Мысалы, мына элемент керек болса, мінекей бізде астыңғы жағында көріп тұрғаныңыздай бұл div екендігі және оның класы box екендігі көрініп тұр. Және де Developer Tool'ымызда бізде div класс тем болады box деген сөз көк түспен белгіленіп тұр. Осыдан ақ көруімізге болады. Осылайша біздер екі жолмен өзімізге қажетті HTML элементті таба аламыз. Келесі бізде бұл жерде орналасқан консоль деп аталынады. Консоль ол бізге JavaScript-тік қосымша жасаған кезде керек болады. Яғни бұл жерде біз өзімізге қажетті мәнді беру арқылы JavaScript-тік кодты тексере аламыз. Келесі батырма бізде source деп аталады. Source-тың ішінде бұл жерде біздің веб парақшамызда қолданып жатырған біздің папкаларымыз бен файлдарымыз көрсетілген. Мынау мысалы 127.0.0.1.55.00 деген бұл біздің адресіміз болып табылады. Яғни әлі жүктеген жоқ. Біз егер жүктесек, бұл жерде басқа атау жазылады. Мінекей мына жерде хосттың атауы бұл.
Келесі бұл бізде қолданылып жатырған осы файлды жүктеген кезде қолданып жатырған CSS папкасы және де image папкасы. Ең бірінші CSS папкасының ішінде қай элементті қолданып жатырғандығымыз көрініс тапқан, яғни біздер style CSS қосымшасын қолданып жатырмыз деген сөз. Мінекей мұнда толық коды көрсетілген. Келесі img папкасында қандай суретті, яғни cover.jpg суретін қолданып жатырғанымыз көрінеді, және де index.html файлы арқылы біздің HTML кодымыз толығымен көрініс тапады. Келесі бізде мына жерде network деген батырма тұр. Network батырмасында біздерше әзірше оны қолдана бермейміз. Оны кейін хостқа жүктеген кезде біз кері байланыс жасап отырамыз. Қандай адрес, қандай нәрсені беріп отырғанын осы жерден көре жатармыз. Келесі бұл бізде performance деп аталынады. Performance бізде сайтымыздың қалай түсіндірсем болады, сайтымыздың производительностін көрсетеді. Бұны да келесі жағдайларда көрініс табамыз. Келесі memory деген бізде память деген немесе жады деген мағынаны білдіреді. Яғни біздің сайтымыз қанша жадыны алып тұр, және де да сол секілді маңызды ақпараттарды береді. Келесі бізде application деп аталынады. Application дегеніміз біздің сайтымыздың ішінде қандай құрылымдар бар деген мағынаны білдіреді. Яғни қандай девайстар бар, қандай программалық қосымшалар бар деген мағынаны білдіреді. Келесі security біздің сайтымыздың қорғаныш бағытында, яғни хакерлардан қорғану бағытында, және де сол секілді қызметтерді көрсетеді. Келесі audits-та да консоль секілді кейінірек көптеген көмекке жүзеге асады. Бұл яғни продвижение, SEO, қандай талаптарға сай, соның барлығы осы жерде көрініс табады. Қазірше бізге маңызды әлі JavaScript өтпегендіктен бізге консоль, JavaScript өткен кезде бізге консоль маңызды болады, және Elements маңызды болады. Ал әзірше біздерге CSS пен HTML-ді білгендіктен, әзірше Elements несімен жұмыс жасаймыз, бөліммен. Егер де біздер үлкейтіп қарайтын болсақ, мына жерде кез келген элементіміз таңдай аламыз. Мінекей мысалы изображениенің қандай CSS-і бар екендігін, оны үстін басу арқылы білеміз. Мысалы, мінекей, егер де мына жақ бөлігіне назар аударатын болсақ, бұл жерде біздің суретіміздің ұзындығы және де биіктігі көрсетілгендігін байқаймыз. Бұл яғни style.css файлында көрсетілген деп жазылып тұр. Келесі, яғни body'дің ішінде background color'ы көрсетіліп тұр, және де text align center, яғни ортаға орналастырған бүкіл элементтерді деген мағына білдіріп тұр. Бұл да style CSS файлында жұмыс жасап тұр деген сөз. Енді келесі бұл бізде HTML color, internal root color деген сөзді байқаймыз. Бұл жер біздің өзіміздің CSS файлымызға енгізбеген жер. Бұл қай жерден шықты дейтін болсақ, user agent style sheet, яғни біздің браузерді жүктеген кезде кез келген браузердің өзінің встроенный стильдері болады. Яғни бұл біздің қатысымызсыз жасалынған стильдер, яғни бұны браузер өзі жасаған. Веб-пейдж құрып жатырған кезде браузердің өзі көрсеткен негізгі стильді қосымша болып табылады. Бұны біздер өзгерте алмаймыз. Бұны сайттың өзі бекітіп жасайды. Бұл әдетте жай ғана біздің стилімізден көп ауытқи бермейді. Оның қатты маңызы жоқ, бірақ бұл нәрсе не екендігін сіздерге түсіндіріп кетуді жөн санадым. Егер біз бұл бөлімнің соңғы жағын қарайтын болсақ, бұл жерде біздер алдыңғы сабақта өткен блоктық модельді көреміз. Яғни, мысалы, біздер мына элементті алайық, div элементі. Оның мына жерде барлық стильдері көрсетілген, яғни padding, border, margin, және де user agent style sheet арқылы қалай көрініс тапқаны, яғни бұл браузердің өзінің жасаған
қосымшалары, яғни және де style.css-тан оның body қандай жерде болып тұрған, және де HTML парақшаның жалпы CSS құрылымдарын байқаймыз. Енді осыны тағы да бір рет көрсетейік. Мынау біздің блоктық моделіміз қалай жүзеге асып тұрғандығын көрсетіп тұр. Яғни біздің негізгі контентіміз, яғни lorem ipsum dollar seed деген элементіміз біздің 300 ұзындығы 200 ені екендігін көріп тұрмыз. Яғни тексеріп көрейік, мінекей шынымен де ұзындығы 300, ені 200 пиксельді құрайды. Одан кейін біздің паддингіміз үстіңгі жағынан 10, оң жағынан 20, астыңғы жағынан 30, сол жағынан 40 екендігін көреміз. Мінекей паддинг арқылы, қосымшасы арқылы қалай сыртқы жағы белгіленіп тұрғанын байқаймыз. Және де оның бордері 5 пиксель екендігін мінекей жазылып тұр. Мінекей мына жерден де бордер 5 пиксель екендігін байқаймыз. Келесі кезекте бұл бізде марджины. Марджины мінекей барлық жағынан 50 пиксель, мына жерде де 50 пиксель екендігін көріп тұрмыз. Егер де сіздер осы блок модельді қарап отырсаңыздар, сіздер байқайсыздар контенттің көк түспен белгіленгендігін, жасылмен паддингтің белгіленгендігін, сарымен бордердің белгіленгендігін, және де оранжевый цветпен марджинның белгіленгендігін. Кез келген элементке сондай заңдылық жүзеге асады. Егер де мысалы мына элементті алатын болсақ, міне контент бізде көк түспен белгіленіп тұр, және де оның ешқандай паддингісі жоқ екен, және де бордер да жоқ екен, тек қана марджины бар екен. Марджины, яғни мына оранжевый түспен көрсетіліп тұр. Келесі мысалы мына элементті алатын болсақ та тап солай контенті және де марджины көрсетілген. Және де егер де үстіне басып тұрсаңыздар, қандай классқа жататындығы, қандай элемент екендігі, және қандай түс қолданғандығы, қандай шрифтпен, қандай марджины бар екендігі көрініп тұр. Егер де жаңағы біздің мына Developer Tool'дың Computed деген жерін басатын болсақ, бұл жерде бүкіл біздің стиліміз жазылған. Яғни біздің веб-сайтымызда қандай стильдер қосылған, бұл браузердің өзінің қосқан стильдерді де бұның ішіне кіріп кетеді. Мысалы, біздің background color'ымыз бар, стильді қосымшаларымыз color, display, height, margin bottom, margin left секілділер, width секілді бүкіл қосымшаларымыз қолданған параметрларымыз көрсетіліп тұр, және де ең соңында rendered fonts деген сөз жазылып тұр. Бұл өз кезегінде біздің сайтымызға қандай шрифт қолданған деген мағынаны білдіреді. Кейін біздер шрифттарды интернет арқылы жүктеп, соны қосуды үйренетін боламыз. Қазіргі уақытта біздер оны тек font family параметрі арқылы локалдық файл ретінде қана бере аламыз. Яғни біздер встроенный нәрселерді ғана беріп жатырмыз қазір шрифт ретінде. Кейінірек интернеттен қажетті әдемі шрифттарды жүктеп, соларды да береміз. Сол кезде бұл жерде басқа шрифт атауы және де оның қандай файл екендігі көрсетіліп тұр. Әзірше бізде бұл Times шрифті және де ол local файлдан алынған. Event listener және де одан өзге DOM, breakpoints, properties деген секілді нәрселер. Бұл бізде DOM элементтермен жұмыс жасағанда және де JavaScriptпен жұмыс жасағанда көмектеседі. Сондықтан бұған қатты қазір назарларыңызды аудармаңыздар. Тек қана осы elements және де осы styles, computed бөлімдермен жұмыс жасаймыз. Келесі, егер де тағы да бір айта кетерлігі, мысалы сіздің сайтыңызға қазір қарап отырсыздар, бір сөз сізге ұнамай қалды делік. Сол сөздің үстін басу арқылы сіз оған өзгеріс енгізе аласыз. Мысалы, егер де былай болғанын қаласаңыз, мінекей, сіздің веб-сайтыңыз өзгеріс тауып отыр. Немесе мысалы мына сөздің мүлдем болмағанын қалайсыз. Бассаңыз, мінекей өзгеріс тауып отыр. Немесе стилінде де дәл солай. Егер де 30 пиксель емес 40 пиксель болғандығын қаласаңыз, осылайша өзгеріс енгізулеріңізге болады. Бірақ бұл біздің
веб-сайтымыздағы кодировкада өзгеріс таппайды, яғни бұл жерде ешқандай өзгермейді. Бұл жай ғана біздің егерде бір нәрсе ұнамай жатса, веб парақшамызда тексеріп көру мақсатында, егерде осы 40 пиксель болса қалай болады екен деген секілді сұрақтарға жауап беру үшін қажет. Және де бұны обновление жасайтын болсақ, қайтадан баяғы 30 пикселімізге ауысады, және де мінекей сөздеріміз қайтып бастапқы орнына қайтып келеді. Сондықтан бұл сохраниться етілмейтін қосымша. Бірақ өздеріңіз үшін қарап, эксперимент жасап көрсеңіздер болады. Енді келесі айта кетерлігі, бұл бізде мына жердегі батырма. Яғни бұл жердегі батырма арқылы кейін біздер мобильный адаптивность деген нәрсені түсінеміз. Яғни біздің сайтымыз тек қана үлкен браузерлерде, яғни ноутбук арқылы қазір ашып отырмыз. Кейінірек оны телефон арқылы ашқанда қандай қосымшаларға ие болады, қандай ұзындығы қанша болады, элементтер қалай орналасады, соны барлығын көруіміз қажет болады. Яғни соның барлығын ескеруіміз қажет болады. Планшетте қалай көрініс табады, соның әрқайсысы үшін біздер бөлек параметрлар енгізуіміз қажет болады. Бұл мобильдік адаптивность деп аталынады. Мінекей соның нәрсені қарау үшін, сайттың мобильдік адаптивностін қарау үшін мына батырманы басамыз. Мына батырма арқылы біздер өзімізге қажетті размерді бекітіп аламыз. Мысалы, біздің планшетіміз 1096-да 500 биіктікпен ұзындықты алады екен, және де ол жерде біздің веб-сайтымыз қалай бейнеленген. Мінекей осылай соны барлығын көреміз. Мысалы, кішкентай телефондарда ол қалай көрініс табады. Яғни бұл жерде мобильді адаптивность жоқ, сондықтан бұл осындай әдемі емес, жинақсыз күйде көрініп тұр. Кейінірек бұның барлығын үйренеміз. Телефондарға, планшеттарға және де компьютерға арналған керемет веб-сайттарды дүниеге әкелеміз курс барысында. Мінекей сонымен біздерге developer tool деген нәрсеміз, бұл біздің программисттің ең қажетті қосымшасы болып табылады. Яғни бұл жерде біздер стильдік қосымшаларын, HTML парақшаның өз құрылымын тексере аламыз, оны өзгерте аламыз, бірақ бұл код жүзінде өзгермейді. Және де мобильдік қосымшада қалай көрініс тапқандығын байқаймыз. CSS, JavaScript секілді элементтерді қалай жұмыс істейтіндігін көре аламыз, және де оның продвижениясымен, ақпараттық жадысымен, связімен, және де оның қорғаныш, яғни securityмен, қорғаныш қабығымен таныса аламыз, және де онымен жұмыс жасай аламыз. Осылайша бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Бұл өте қажетті қосымша, сондықтан осыны игеріп, өздеріңіздің қажеттеріңізге жаратсаңыздар болады. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңыздар.